аспан. Жер ананы жараттым, жараттым да. Жұлдызбен тілдескен тау, жыртылып айрылған ан. Жусанды жазира, жағасы жайсаң дария. Бәрі де сенің рақымың. Дүние ғажап, дүниеде бәрінің де өз орны бар. Алайда адамды неге жараттың? Жараттың да махаббат сезіміне бөледім. Махаббат тек тәңірге тән еді ғой. Махаббат адам үшін арсыздық, ажал. Бұл аз болғандай оқуды үйреттім, жазуды үйреттім. Мақтануды да, ақталуды да үйреттім. Енді келіп, тәңір ғана білетін құпияны қазып жатыр. Адам шіркін, жер ананың барына егін емген жоқ. Жер ананың бар қызығын сенген жоқ. Көркі таз болмай тұрғанда, тазалығы саз болмай тұрғанда тоқтат. Ау, құдіретті күшті ақурамазда, Құдай бардың құдіреттісі. Мені осыншама қинағаның неткенің. Маған деген мейірімің қайда? Қу жаныма бір мезет тыныштық неге бермейсің? О, патшам, Мидия мен Хорезмнің қақпасын қақырап ашқалы бері, сен о патшалардың патшасы болдың. Бұдан бұлай мен сені осылай атайтын боламын. Март, сен бісің. Менің ұйқы көрмегеніме 6 күн, 6 түн. Ұйқы қашқалы, миым көже, жүрегім тілім. Қайдағы бір Құдай айтқан ойлар қамайды да тұрады. Патшалардың патшасы Локир. Бұл жалғанда сенен асқан айбынды патша жоқ. Ел біткен сенің атың ести салысымен, Зебел ұқпас едім деп сәлем жолды. Батыста Вавилон мен Лидия патшалығы. Бұдан әрі Иерусалим мен Мысыр. Қайсысын таңдасаң да, қазір аттанып кетеміз. Иә, жұрт қаптан береді. Семсердің шамқылы мені серпететін шығар. Жат жердің шам қаппаған ұлтаны сай бүліктерінің тұяғын санынан болар. Анашым! Батырма, мен не күнтен еңгетім? Мынау өзің тастан табылған 5000 соғдың құр жұрнағы. 40 қабат сауыт ки, 40 қары осынған қыруар қолды жаудың өсірата жендейінде. Жақсы көрі жұртым сенген жоқ. Бірақ сен жеңдің бұласын қап. Өйткені сенде дәмірдің ақылы, арыстанның айбыны бар. Хорезмнің баурайында бармақтай ақ құс бар. Сайрағанда үні балдан тәрізім. Сенің де көмейін тыңдаушының көңілін суырғандай. Мен де тіршілікті ұмытып, тіліңді ғана бағып отырмын. Сонымен мұның өтеміне. Сыйға сый, sıраға бар. Неге демейсің? Ат мінгізейді, алтын берейді. Әлде құл берейді? Жоқ, менің көңілімнің көксігені басқа. Сөзіңнің төркіні көмескі. Сенен жақылмаған кім бар? Патшайымның төл ұрпағы, сақ патшаларының төл мұрагерісің. Мен де таққа отыруға жарап қалды. Тақ дейсің. Тақ сенен қашпас. Әлде сақтардың патшайымы бар екенін ұмытып қалдың. Тәңірім саған тәңірдің жасын берсін. Бауқаштың Сардауан тастап кеткеніне 7 жыл болды. Егер Бауқаш тірі болса, ең құрығанда әкесінің асына келу керек еді ғой. Содан бері Бауқашты көрген көз, естіген құлақ жоқ. Бауқаш баяғыда өлген.
Мен көзім жетпей күйеуімнің өліміне сенбеймін. Бұл жайлы ендігәрі аузыңды ашпа. Балқаштың кіндік екенін тағы ұмытпа. Тастап кеткен әкеден қайыр жоқ. Балқаш болмағанда тайпа көсемдері мені таққа жолатпайтын деді. Одан кейін де солардың басыма төндірген найзасы мен ноқағынан қорғап қалған. Талай рет жаттың сынбасы, ел тыныштығын сақтауда тізе түйістірген жоқ деді. Егер айдақтар болмағанда ешкім мені ел деп мақтап, ешкім бізді патша деп жақтап жатпаушы еді. Сонымен, тілегіңе сұрайыншы. Менің көздегенім Қытай патшалығының тағы. Жетісудан жаушы келіп, біздің елге патша бол деп тілек айтты. Анашым ұлы падишам. Егер маған жасақ берсең, мен тақты өзім тартып алам. Тақ менен кетпесін, бақ басқаға жетпесін десең, осыны істе. Жоқ балам, құрықыры болсақ та жатырымыз бір. Ағайын арасындағы қырғын мүлдем тоқтаған. Әкем өлер алдында найзасын ұстатып тұрып маған осыны тапсырған. Аманатты ұмытса қан тұрады. Бір кездегі ұлытыраннан не қалды? Ұлытыранды өрт жамаған. Жаудың өрт емес, даудың өрті. Бақталастық пен бақастықтың, тойымсыздық пен топастықтың өрті жалмаған. Жетісуға барсаң, қару ұстап емес, қарындастығыңды алға тартасың. Мансап іздеп емес, қан аңсап емес, ағайынды аңсап бару керек. Қызылбастың кел патшасы түстігіміз түгел жалғап, енді көзін бізге алады. Ол әншейін өсек. Қызылбастың патшасы қойдың құмалағынан басқа құтқын болған давадан не алады? Бұл давада ғимарат та жоқ, инабат та жоқ, беші де жоқ, кеші де жоқ. Шешінбей ұйықтап, шешінбей ас ішіп, аттан түспейтін адыра қылған халықты не қылсын? Есінде болсын. Аттан түспесең, сақтығы бол. Шешінбей ұйықтасаң, жауының көптігі. Шешінбей ас жесең, дауының көптігі. Осыны бар. Ұлы патшам, бұл жақанда сенің айтқаныңды орындамайтын тірі жан жоқ. Массақтар ел патшайымының елшісі есік алдында тұр. Кіргізейін бе, менде өзім қабылдайын ба? Келістің алдына. Бәрібір ұйқы жоқ. Зеңді бүк, басындай патшалардың патшасы ол жердің алдында. Қалғып тұрған патшаға қара да бас емес. Түк тұрғанының өзі де ақтыққанмен. Мынауын қатын ғой. Мен Томирис патшайымның елшісімін. Атым Шұғыла, тегім Массақ. Сонымен атым Шұғыла деп. Томирис патшайымның көркемін деуші еді. Бірақ көріктілік жағынан сенімен теңдесер ме екен? Патшайымны айтап, патшалардың патшасына басын үйсін. Жерін сауғаға беріп, ел етегіне еліп тұрғысын. Біз арилікте Құдай сүйікті болмыз. Қанымыз қасиетті, діліміз таза. Ол сенің ойың. Оған Томирис патшайым көне қояр ма екен? Жаратқанның бұйрығы осы. Жазмыштан ешкім қашып құтылмайды. Біздің елге зұлымдықпен кірсең, зұлымдық сені қарсы алады. Зұлымдық мені жасқай алмайды. Өйткені мен патшалардың патшасы қаскөйлікпен қайырынан жоғары тұрған жанмын. Сонда сен Сақ даласына не іздеп бармақшысың? Бізде шаһар да жоқ, сен қызғар байлық та жоқ. Байлық дейсің бе? Байлығы жоқ елді қызғыштай қорып қайтесің. Патшалардың патшасы ұлы Кир. Біздің елдің байлығы басқада. Оны басып алуға сен тұрмақ. Сенің әскерінен жүрісе қалың қолын шамасы жетпейді. Ол неткен байлық? 3 түрлі байлық. Әуелгісі шексіз көк аспан. Екіншісі шексіз кең дала. Ал үшінші байлықты саған өз қолымен алып келіп тұрмын. Олай болса, үшінші байлығыңды көрсет. Жусан. Қураған шөп
Қашаннан бері байлықтың санатына қосылып еді? Жусан, жер қайысқан қалынсақ. Біз көк аспанның астында, көз жетпейтін далада еркін өскенеміз. Егер тамырымыз жұлынса, біз де қурап жоқ боламыз. Бізді құлқып ұстау қиын, тұяқ астында тапталмайтын тәкаппар жұртпыз. Патшалардың патшасы, саған қураған шөптің қажет қанша? Томирис патшайымның ақылы мен айласына тәнтімін. Елшілікке ерді емес, ер таптайтын ләззатты жібергенін қарашы. Мен сенімен айтыса алмай отырмын. Өйткені сен тым көрікті екенсің. Патшалардың патшасы, егер ұрғашының көркі семсердің жүзін жасытса, онда сен тым әлсіз екенсің. Мұнда еркекті біздер. Қатынның балағына, баланың бесігіне байлап қояды. Анашым, ұлы патшайым. Ұлым, ұйқысы қашқан адамға жолай берме. Өзің ұйқынан аямас. Оңынан ұйқы қашқалы қашан? Тыныштықын алған еді. Жайсыз хабар, балқаш қайтып оралды. Оның не сүрей? Келсе, өзеді. Ұлым, сезімді тече желген жүр. Қуанып тұрып қайғы ойла, егергенің соңы қалса. Қайғырып тұрып қуана біл, егер халқың саттыққа жараса. Есіңде болсын, сен сақ патшалардың төлін мұрагерсің. Сенің қуанышың мен қажың қарабасыңдікі ғана емес, жалын халқыңдікі. Менде тұрған дәлме жат. Мен жай сенің ниетіңді білейін деп келдім. Балқаштың оралғаны жақсылық бар. Балқаш бізді парсаға сатып кеткен. Патшайым, Балқашты қабылдама. Ол бүкіл тұранның тағын тартып алғысы келіп жүр. Ұлы патшайым, біз оған сенбейміз. Ол жарақты жауды ертіп келген сол. Балқаштың сатқын екені өтірік. От алып қамысқа жүгіргенше алдымен ойланып кел. Одан кейін бір өзің жалғыз өсектермей массақтың 17 көсемі түгел жиылып, көшел сөздерін айтатын болсын. Бар.